Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ерекше дәмді болып шығатын, ауызда еритін, жұмсақ болып пісетін осындай тары қосылған пирогтың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: қайнаған сүт қажет болады. Қайнаған сүтімізге біз тарымызды салып, бұқтырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып 1 сағатқа тындырып қоямыз. Пирогымыздың қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, қамыр қопсытқыш, 1 жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май және де қант ұнтағы қажет болады. Ыдысымызға жұмсақ сары майымызды салып аламыз. Үстіне қант ұнтағын қосып, біз миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. 2 масса бірігіп жақсылап араласуы қажет. Осылай араластырып алдық. Енді осы массамыздың үстіне жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқамызды салып, миксерімізбен жақсылап араластырып аламыз. Осылай бірігуі қажет. Енді осы массамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Және де қамыр қопсытқышымызды қосып, миксердің қамыр илейтін осындай насадкасын салдым. Осы миксермен қамырымды жақсылап илеп алатын боламын. Бізде осындай біркелкі масса шығады. Біздің қамырларымыз өте жұмсақ болады, бірақ қолға жабыспайды. Кәдімгідей жұмсақ болып, үгітіліп, езіліп тұрған қамыр шығады. Осы қамырымызды біз формамызға жайғастырып салып аламыз. Және де қолымыздың көмегімен осы формамыздың ішіне тегістеп жайғастырып аламыз. Қолымызға жабыспайды. Біздің қамырымыз өте керемет болып шығады. Осы пирогымызға қажетті заттардың бәрін видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Осылай шеттерін бәрін тегістеп жайғастырып алдық. Енді біз начинкасын, салмасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге салқын сливке қажет болады. Және де пачкадағы осындай творог алдым мен. Жұмсақ осындай творог қажет болады. Қант ұнтағы 1 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен кілегейіміздің, сливкеміздің үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің осы сливкеміз кішкене қойылып, крем сияқты болып, азырақ қойылуы қажет. Осылай қойылады, бірақ қатты плотно болып кетпеуі қажет. Осындай болып шығады. Біз осы массаны жақсылап араластырып аламыз. Үстіне осы творогымызды қосамыз. Егер сіздің творогыңыз түйіршекті, кәдімгі домашний творог болатын болса, оны блендердің көмегімен езіп алу қажет. Енді осы жұмсақ творогымызды осыған қосып, тағы да 1 миксерлеп араластырып аламыз. Үстіне 1 жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосып, барлығын осылай біріктіріп, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің массамыз осындай болып, дайын болды. Енді осы салмамыздың үстіне сүтке бұқтырып қойған тарымызды саламыз. Біздің тарымыз жұмсарған, сүтті өзінің бойына сіңіріп, жұмсақ болды. Және де суытып алдық тарымызды. Енді осы салмамыздың бәрін жақсылап араластыратын боламыз. Біркелкі қылып осылай жақсылап араластырып алдық. Енді формамызда тұрған біз қамырымыздың үстінен шанышқының көмегімен осылай түйреп шығатын боламыз. Және де біз салмамызды осы қамырымыздың үстіне жайғастыратын боламыз. Барлық салмамызды осылай салып аламыз үстіне. Менің формам 26 сантиметрлік.
осы рецептпен 24 сантиметрлік формаға салып жасасаңыздар да болады. Егер сіз 24 сантиметрлік формаға салып жасасаңыз, сіздің пирогтарыңыз биік болып шығатын болады. Салмамызды жақсылап тегістеп, шет-шетін қолымыздың көмегімен әдемілеп келтіріп шығамыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Енді қызып тұрған пешімізде 150-160 градуста 40 минуттай ұстаймыз. Осылай қызарғанша қойсаңыздар да болады. Біз пирогтарымызды суытып барып, формасынан шешетін боламыз. Менің пирогтарым уже 1 сағаттай тұрып суыған. Әсемдік үшін үстіне қант ұнтағын осылай сеуіп шығамыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Өте керемет болып шығады. Қазір кесіп ішін көретін боламыз. Біз пирогтарымызды толықтай суғасын барып кесу қажет. Иісі деген өте керемет болып шығады. Тары мен сүттің иісі өте керемет болып шығып жатыр. Ауызда ериді. Біздің пирогтарымыз өте жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Керемет дәмді болып шыққан. Осылай керемет болып піскен, іші бәрі толықтай піседі. Жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарың дәмді болсын.